BMW F15 автокөлігінің майын айырбастаймыз бүгін. Бірақ айырбастаймыз деген кезде біз ескі майын төгіп алғанбыз міне. Ескі майын төгіп алғанбыз, жаңа май бізде бар, біз енді екеуін тексереміз. Яғни ескі майдың қандай несі бар, қасиеті өзгерді ме жоқ па? 6000 километр көлік жүріп тастаған. Енді жаңа майдың мен ескі майдың айырмашылығы. Міне мынаның ескі майы көліктің, жаңа майын сатып алғанбыз, Castrol деген. Салмақ қосып отырамыз. Қанша салмақ? Бір-бірден қосып отырамыз. Қай кезде мынау құрылғы тоқтап қалады. Сөйтіп анықтаймыз. 6000 километрден кейін майдың қасиеті қаншалыққа өзгерді ме жоқ па? Өзі енді завод сөйтіп айтып отыр, Castrol құю керек деп. Сол себептен соны тексереміз. Twin Power турбо. Осындай N55 моторы. 6000 километр жүрген көлік. Бірақ енді біз сол ескі майын тексерейін деп жатырмыз. 6000 километрда қандай жаңағыдай өзгерістер пайда болды. Мысалы мынандай құрылғымен тексерсек, мына жаққа салмақ қосып отырамыз. Біреу тұрып, айналып отыр. Екеу. Төртеу болды. Тоқтады. Тоқтап қалды. Яғни 4 мынандай не салдық. Тоқтап қалды. Енді жаңасын құямыз. Оны көреміз қалай болады екен. Қаншалықты жаңағыдай майлау қасиеті 6000 километрдан кейін өзгеріп кетті. Енді мына ескі майы мына жақта тұр бізде. Мынау бізде жаңадан құйылған тап-таза май Castrol. Енді біз алдында мына 4-еуін қойдық. Сол кезде тоқтап қалды бізде. Енді жаңа майын тексерейік, қалай болады екен. Біреу. Екеу. Төртеу тоқтап қалды. Яғни мына жақта не айтуға болады? Май өз қасиетін жоғалтқан жоқ. Май Castrol майы 6000 километр жүріп болғаннан кейін қасиетін жоғалтпады деп енді мен нақты біліп отырмын. Яғни жаңағыдай біз 4-еуін салған кезде ескі маймен ол тоқтап қалды, жаңа маймен де тоқтап қалды. Яғни қасиеті бір болып тұр. Вот сондай нәтижеге қазір келіп отырмын. Егер ана ескі майдың қасиеті нашар болатын болса, онда ол мынандай бір салмақты немесе 2 салмақты қойған кезде сол кезде тоқтап қалушы еді деп өзім есептеймін. Сіз қалай ойлайсыз? Комментарий жазып кетіңіз. Дұрыс па, жоқ па? Біз майын айырбастадық, бірақ ескі майын алып алдық тағы да. Осы көліктің біраз сынақтан өткіземіз. Осы ескі майдан 1 литр алып алдық. Өйткені ол майды қасиеттерін анықтау үшін біраз әдістері бар. Соны көреміз.